Бұл үнсіздік енді кері шегінуге мүмкіндік бермейтіндей еді, бөлме іші бұрынғыдан да тынышталып кеткендей. Тіпті уақыттың өзі баяулағандай әсер қалдырды. Айгүл мен Ерлан бір-біріне тым жақын отыр. Бұл жақындық оттай емес, баяу жанып тұрған шоқ секілді еді. Айгүлдің жүрегі қатты соғып тұрды. Ол өз тынысын сезіп отыр. Әр дем алған сайын көкірегі көтеріліп қайта басылады. Ерлан да сол ырғақты сезіп отырғандай тынысы біртіндеп соған үйлесіп барады. Ерлан оның қолын әлі ұстап отыр. Саусақтары жылы. Сол жылу Айгүлдің бойына жайылып бара жатқандай. Ол көзін ашты. Қараңғылықта Ерланның жүзін анық көрмесе де, оның бар екенін, тым жақын екенін сезді. «Қорқып тұрсың ба?» деді Ерлан сыбырлап. Айгүл сәл ғана басын шайқады. «Жоқ», деді ол. «Тек кеш болып кеткендей». Ерлан жымия күлді. Бірақ бұл күлкіде жеңісте, жеңілдікте жоқ еді. Тек түсіну бар. Кейде кеш болған сәтте ғана шындық шығады, деді ол. Айгүл оның иығына басын тіреп отырды. Осы қалыпта олар біраз отырды. Сыртта жел үйді айнала соғып жүр. Терезе әйнегіне бір жапырақ тиді де төмен сырғып түсті. Бұл түнде ешкім уәде берген жоқ. Ешкім болашақты айтпады. Тек сол сәттің бар екенін, сол тыныстың шын екенін мойындады. Ал түн ортасы ауған сайын бұл үнсіз жақындықтың салмағы да арта берді. Түннің соңғы сағаттары. Аспан әлі қараңғы, бірақ алыстан бозамық жарық сезіле бастаған. Үй ішіндегі ауа да өзгергендей, ауыр емес, бірақ салмақты. Айгүл терезеге қарап отыр. Сыртта бәрі баяғыдай, аула, қарағай, үнсіз тұрған ауыл. Бірақ өз ішінде бәрі өзгеріп кеткенін анық сезді. Жүрегі әлі де тынышталмаған, ойы бір нүктеге тоқтай алар емес. Ерлан жанында отыр. Сөйлеген жоқ. Бұл үнсіздік енді бұрынғыдай тәтті емес еді. Ол ойлануға мәжбүрлейтін үнсіздік. Айгүл ішінен өзіне өзі сұрақ қойды. Мен не істедім? Бұл бір сәт пе, әлде бастамасы ма? Ол басын төмен салды. Қолдары тізесінде. Сол қолдардың дірілдеп тұрғанын өзі де сезді. Таң атып келеді, деді ол ақырын. Ерлан басын изеді. Даусы бұрынғыдан салмақты шықты. Иә, таң бәрін өз орнына қояды. Айгүл оның жүзіне қарады. Сол көзқараста өкініште бар еді, бірақ жалтару жоқ. Ол осыны түсінді, бұл түн ешқашан ұмытылмайды. Бірақ дәл сол үшін де оңай жалғаса алмайды. Айгүл орнынан тұрды. Дәлізге қарай жүрді. Есіктің алдында бір сәт тоқтады. Бұл туралы ешкім білмесін, деді ол артына бұрылмай. Білмейді, деді Ерлан, бірақ екеуміз ұмытпаймыз. Айгүл есікті жапты. Бөлмеде Ерлан жалғыз қалды. Таң атып келе жатты. Жаңа күн басталады. Бірақ ол күн бұрынғыдай болмайтыны анық еді. Кейбір түндер өмірді өзгертіп жібереді. Айқаймен емес. Үнсіз ғана. Ал жесір келін көбіне төмен қарап отырады, бірақ кейде бір түрлі суық жанармен айналаға көз тастап өтеді. Сол жанар басты келіннің жүрегін тырнап өткендей болады. Түнде күйеуі ұйықтап кеткенде ол ұзақ ойға шомады. Егер олар шынымен қос десе, күйеуін қарсы тұра ала ма? Әлде ел сөзінен аса алмай ма? Ол күйеуін жақсы көретін. Оны ешқашан өзгенікімен бөлсем деп ойламаған. Бірақ дәл осы сәтте махаббаттың өзі салтқа қарсы әлсіз екенін сезді. Кейде ол терезеден сыртқа қарап отырып, өз тағдырын басқа бір әйелдің тағдырымен өлшеп отырғанын байқап қалады. Неге дәл мен? Мен не үшін жазаланып жатырмын? Жауап жоқ. Ал жесір келін сол күндері тым сабырлы еді. Артық сөйлемейді, жыламайды, ешкімге мұңын шақпайды. Бірақ сол тыныштық басты келінге ең қауіпті көрінді. Өйткені кейде тым тыныш адамдардың ішінде үлкен дауыл жатады. Басты келін жесір келінге алғашында тек аянышпен қараған. Қара жамылып келген күннен бастап оның үнсіз жылағаны, баласын бауырына қысқаны әлі көз алдында. Бірақ уақыт өте келе, сол аяныштың орнын бір түрлі күдік баса бастады. Ол жесір келіннің күйеуіне тым сақтықпен, тым еппен қарайтынын байқады.
Сөзін көбіне тікелей емес, жанамалап айтады. Үйде еркек барын тым қатты сезіндіргісі келмейтіндей, бірақ байқатпай жақындап жүргендей. Кейде күйеуі үйге кіргенде жесір келіннің көзқарасы бір сәтке ғана, бірақ анық соған қадалып қалатынын көріп қоятын. Сол бір сәт басты келіннің жүрегін қарып өткендей болады. Бұл жай ғана кездейсоқ па, әлде? Бір күні кешке жақын, ас үйде жалғыз өзі отырып шай құйып жатқанда, жесір келін кіріп келді. Екеуі үнсіз ғана амандасты. Жесір келін шыны аяқты алып тұрып, жай ғана үй иесі болу оңай емес қой деді. Бұл сөз жай сөз сияқты естілгенімен, басты келін оны жүрегіне ауыр алды. Үй иесі. Бұл сөз кімге арналды? Сол түні ол ұзақ ойланды. Бұрыннан күйеуімді ұнатқан ба екен? Жесір қалмай тұрғанда көзі бар болды ма? Өзіне өзі мұндай ойлардан ұялатын. Бірақ сол күдік жүрегінен кетпеді. Ең ауыр тигені жесір келіннің кейде оған тік қарамай, айналып өтетіндей, бірақ сырттай сыпайы, іштей салқын болуы еді. Жымияды, бірақ жымесі жылы емес. Ал кейде оның көзінен ақ байыңды тартып аламын дегендей бір сұсты, безірейген жанар сезілгендей болады. Бұл әрине ашық айтылған сөз емес. Бірақ әйел жүрегі мұндайды сөзсіз ақ сезеді. Сол күннен бастап басты келіннің ішкі тыныштығы мүлде жоғалды. Енді ол тек салттан емес, бір үйдің ішіндегі әйелдік бәсекеден қорқа бастады. Ал бұл тек бастамасы ғана еді. Бұл үйдегі тыныштықты бұзатын сөздер көбіне ашық айтылмайтын. Олар сыбырмен, астармен күліп отырып, жанға тиетіндей етіп жететін. Сол сөздердің көбінің басында абысындар жүрді. Бірде басты келін құдықтан су алып келе жатып, артынан екі абысының сыбырласқанын естіді. Ана жесір тым сабырлы емес пе? Сабырлы адамның ішінде не жатқанын кім білсін? Кейде күйеуіне қарап қалғанын байқайсың ба? Бұл сөздер оның арқасына мұздай су құйғандай әсер етті. Ол үнсіз өтті. Бірақ сол күннен бастап әрбір қимылды, әрбір көзқарасты аңди бастады. Кейде абысындар әдейі қасында отырып, екі әйел бір үйде тұра алмайды ғой. Бірақ бұрынғыда тұрған еркекке де оңай емес шығар, деп қояды. Басты келін сол сәттерде өзіне қаратып айтылғанын анық сезетін. Ең сорақысы кейде жесір келін мен күйеуі бір бөлмеде қатар отырса болды, абысындар оны бірден мынау екеуі жарасып алған. Сол қалжың басты келіннің жүрегін жаралайтын. Ол кейде күйеуіне қарап, сен мұның бәрін байқамайсың ба, әлде байқасаң да көрмегендей боласың ба, деп іштей күйінетін. Ал жесір келін болса, сырттай бәріне бейтарап. Кейде тіпті басты келінді жақтағандай болып сөйлейді. Әпке, сіз болмасаңыз, бұл үйде бәрі қиындап кетер еді. Бірақ сол сөздердің өзінен де біртүрлі суық леп сезіледі. Осылайша біреулердің сөзі от болып, біреулердің көзқарасы май болып, үйдің ішіндегі алау күннен күнге күшейе түсті. Ал басты келін сол алаудың ортасында үнсіз күйіп бара жатқанын ешкім байқамады. Күйеуінің де өзгергенін басты келін күн сайын сезіп жүрді. Бұрын үйге кірсе бірден жайдары сөйлейтін. Қазір болса көбіне үнсіз. Кейде қабағы қатулы, кейде ойға шомып отырған күйі ұзақ үн қатпайды. Ол оның не ойлап отырғанын сұрауға да қорқатын. Өйткені жауаптың өзі жүрекке ауыр тиетінін сезетін. Бір кеште күйеуі сырттан кеш келді. Үйдегілер ұйқыға кеткен. Тек басты келін ғана күтіп отырды. Неге ұйықтамадың? Деді ол баяу ғана. Күтіп отырдым деп жауап берді басты келін. Екеуі үнсіз отырып қалды. Сосын ол өзіне ерік беріп, олар сені жесірге қоспақшы ма? Деп сұрады. Күйеуі күрсінді. Бұл менің де басыма түскен жоқ еді. Бірақ үлкендер айтып жатыр деді. Ал сен ше? Деді басты келін көзін тайдырмай. Күйеуі үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр болды. Мен сені сүйемін деді ол біраздан соң. Бірақ мен ата-анама қарсы шыға аламын ба, білмеймін. Осы сөздер басты келіннің жүрегін жаралады. Өйткені ол жоқ деп ашық айтпаған еді. Сол түні ол алғаш рет күйеуінен алшақ жатқандай сезінді. Бір төсек, бірақ екі бөлек әлем сияқты. Күйеуінің ішінде де арпалыс жүріп жатты. Бір жағында сүйген жары, бір шаңырақ астында бірге өткізген жылдар. Екінші жағында ата-ана, әулет,
ел сөзі сал. Ол кейде бір әйелмен бақыт таба алмай жүргенде екі әйелмен қалай табам деп ойлайтын. Бірақ сол ойды сыртқа шығара алмады. Осылайша бір еркек екі оттың ортасында тұрып қалды. Ал сол екі оттың біреуі міндетті түрде біреуді күйдірмей қоймайтыны анық еді. Бұл кеңес күтпеген жерден емес, бәрі күткендей өтті. Бір кеште енесі, ертең ауылдың үлкендерін шақырамыз деді қысқа ғана. Осы сөздің өзі басты келіннің жүрегін су еткізді. Өйткені ол не үшін жиналатынын жақсы түсінді. Ертеңіне үйдің 3 адамға толды. Ақсақалдар, ауылдың сыйлы кісілері, бірнеше әйелдер. Бәрі салмақпен отырды, бірақ әр көзқарастың артында бір тағдыр жатқандай. Алдымен енесі сөз бастады. Баламнан айырылдық, артында жесір қалды. Бұрынғы салтымыз бар. Жесірді жатқа жібермейміз. Бір ақсақал: әмеңгерлік деген жай салт емес, жауапкершілік. Балаларды жетімсіретпеудің жолы, деді. Басқасы: ел не дейді? Жесірді бөтенге жіберу әулетке сын, деп қостады. Басты келін үнсіз отырды. Бірақ әр сөз жүрегіне пышақтай қадалып жатты. Сосын біреу: ал бірінші келіннің ойы не? деді. Барлық көз бір мезетте соған ауды. Ол орнынан баяу тұрды. Даусы дірілдеді, бірақ сөзін анық айтты. Мен ешкімге қарсы шыққым келмейді. Бірақ менің де тағдырым бар. Менің де жүрегім бар. Бір еркекті екі әйелге бөліп беретін салтты мен қабылдай алмаймын. Үй іші тып-тыныш қалды. Бірақ сол тыныштықты бір үлкен әйел бұзды. Қарағым, сен біреудің жесір қалғанын көрмей тұрсың ба? Обал емес пе? Осы обал сөзі басты келінге бәрінен ауыр тиді. Өйткені сол обалдың астында оның тағдыры тапталып бара жатқан еді. Кеңес ұзаққа созылды. Бірақ соңғы шешім ашық айтылмаса да, бәрі бір жаққа қарай ауып бара жатқанын сезді. Күйеуі үнсіз отырды. Ол сол сәтте алғаш рет өз тағдырын өзі шешпей тұрғанын түсінді. Үлкендер кеңесінен кейін бұл үйде бұрынғыдай еркін тыныстау жоғалды. Бәрі айтылмағанымен, бәрі белгілі еді. Сөз жүзінде ешкім нақталады демесе де, үнсіз келісім жасалып қойғандай болды. Күйеуі сол күннен бастап басты келіннің көзіне тік қарай алмайтын болды. Ал ол болса, одан ештеңе сұрамады. Өйткені жауаптың қандай болатынын іші сезіп тұрған. Бір кеште енесі оны оңаша шақырды. Қарағым, деді ауыр күрсініп, бұл сенің кінәң емес. Бірақ тағдыр кейде адамның қалауымен